ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, дӯстдорон ва мухлисони санъати муҳорибаҳои омехта. Лиги Октагони Осиёи Марказӣ таърихи худро нав ба нав дигар мекунад ва акнун боз аз шаҳри Тошканд ба шаҳри Алмато мекӯчад. Дар ин ҷо рақобатҳои Октагон 74 пешбинӣ шуданд ва маҳз дар он, тавре медонед, размандагони хеле зиёди Тоҷикистон иштирок мекунанд ва ин навбат дар Октагон 74 мо Амирхон Атахоновро мебинем, ки ӯ аз нав ба майдон меояд ва пайдарпай ба пиёдаҷиҳон ноил мегардад, вале ин навбат ӯ бо Нуржигит Баймен аз Қазоқистон вориди рақобат хоҳад шуд. мо дар бораи ин рақобатҳо ба шумо мегӯем, аммо мехостам дар бораи рақобатҳои Октагон 73 ки дар шаҳри Тошканд ба поён расид, дар бораи як рақобати хеле ҷолибе ки аз ҷониби Ҷонибек Авиалини Ҷабборов сурат гирифт, пешкаши шумо кунем. Красный угол клетки приглашается его визави, боец из Казахстана Нурсултан Мендебаев. Мендебаев назарларыңызда 21 жасар қазақстандық спортшы кәсіпқой ММА-де 2-0 деген көрсеткіштің иегері соңғы кезең 2025 жылдың маусымында өткізген болатын. 3 раундтық жекпе-жектің қорытындысы бойынша Дәурет Зәкенов пен басым түскен еді. Кәсіпқой спортқа панкратионнан келді. Әуесқой спортта дәл осы бағытта біраз жетістіктері бар спортшы. Ал оның қарсыласы өтетін болсақ айтпақшы, Дөнбек Жаббаров бізде еркін кәсіпқой ММА-ге келген спортшы. А мы переходим к представлению пары бойцов данного сражения. В синем углу клетки бойцу 23 года, его рост 175 сантиметров, официальный вес 65,8 килограмма. Его официальный рекорд 3 победы и 1 поражение. Его стиль в клетке – вольная борьба. Из Таджикистана поприветствуйте Джонибек Авиалини Джаббаров! В красном углу клетки бойцу 21 год. Его рост 175 сантиметров. Официальный вес 65,8 килограмма. Его активе 2 победы без поражения. Его стиль в клетке панкратион. Из Казахстана добро пожаловать Нурсултан Мендебаев! Рефери в клетке Тюлек Бапанов. Бойцы на середину. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировки не трогаем, сетку не трогаем. Моя команда выполняется быстро и четко. После команды стоп все действия прекращаются. По углам защищайтесь. Андеркартты жабатын жігіттер. Назарларыңызда Дөнбек Жаббаров. Көкбұрыштан Нурсултан Мендебаев. Біз бастауға дайынбыз. Бұл жартылай жеңіл салмақ. Первый раунд. 3 раундтық жекпе-жектерде екеуінде де тәжірибе жеткілікті. Солақай Жаббаров қазір
бірден алдыңғы қолдан бастап отыр. Да, агрессивно стартует поединок. Нурсултан сразу же пытается занять центр октагона и взять инициативу в свои руки. Но Джапаров здесь здорово работает вторым номером также. Күресудің амалын іздейтін болды. Джабаров ең алдымен. Тамаша. Мендебаев. Қашықтықтан бастады шабуылды. Алғашқы минуттарда әрине сәл қобалжу бар. Оған бір-бірін зерттеп үлгеру керек. Сондықтан бірден қарқынды көтеру екі талай. Әсіресе бұндай тәжірибелі жігіттер. Да, заряжается на удар справа Мендебаев, обратите внимание. Екеуі де ауыр соққы салудан кетер емес байқасаң. Удар по корпусу от Нурсултана. Қазір алданып қалды. Мендебаев қарсылас аяқ көтерді деп қалған сияқты. Ну, так или иначе, ожидает прохода. Маша Мендебаевтың өзі бар. Да, сам попытался. Против корпус. Өте сақ. Екеуі де. Тамаша алғашқы. И сразу же тут Сын көрсетеді, әрине қазір бар салмағымен басып отыруға тырысады. да, пытается здесь грузить своего оппонента сверху Нурсултан. Просто отпустил. Я думал, что дальше будет работать Мендебаев, но решил отказаться от Енді затеи. өзі күреске ұмтылған кезде шыны керек бүйтіп жібере салғаны қызық болды. Енді өзі білетін шығар не істеп жатқанын, қалай дегенмен. Санаулы түрде бас тартты ғой күрестен. Мендебаев тағы да міне. Снова попытка. Тейкдауна. Бір аяқтан қарсыласының арқасына өтті. Тағы да басып отырады. Көп күшті алып қоятын позиция негізінен. Екі жаққа да қатысты айтып отыр бұл. Аяқтан іліп көреді ме? Мендебаев жоқ, кері бұрды. Джабаров. Тамаша. Джонибек Джабаров. Джабаров оформляет тейкдаун и возвращается в стойку Нурсултан. Екеуі де әлеттің тартырды ұстата қоймайтынын аңғартты. Мендебаевты еш қиындықсыз қазір аяққа тұрып торға тіреліп алған көріп тұрмыз. Әзірше, бұл жерден тек қана тіземен соққы жасауға болады, басқа амал жоқ. Джабаровта. Ну и минута остается здесь. Сал деп қазір Мендебаевқа да нұсқама беріп отыр. Да, Фархат Сарсенбеков, тренер Нурсултана Мендебаева, просил упоминать в любом удобном моменте про Фархата Сарсенбекова. Вот, Фархат, мы твое желание исполняем. Номер наш Каспий знаешь. Отправишь, там все нормально будет. Это, конечно, шутка. Он не знает нашего номера. Каспий. Продолжается поединок и не смог удержать у сетки октагона своего оппонента. Джонибек, ну... Көп күш салмай деп шешкен екен, күреске. Екеуі де тың дайындықпен келген, сондықтан күрес көп күшті алып қоятын біліп отыр. Тәуекел етпеді, бірінші раунд екенін ескеріп отыр. Бірақ тағы да міне қара, бір аяқтан алды. Причем не делает полноценный тейкдаун, делает только для того, чтобы забрать спину. Вам вот сейчас удалось сделать это у Мендебаева. Конец первого раунда. Тейкдаун арқылы раунд тұрлап алатын түрі бар, Думаю, да. Мендебаевтың. Соңғы секундтар. Фазлидом Абдрахимовым, да, кстати, мы также видим в качестве секунданта его в углу Джонибека. Бұндай қарқынмен жекпе-жек толықтай үш раундқа да жалғасатын түрі бар.
Секундante освободите клетку. Бұл теке тіресті тіпті бір шахмат партиясына да теңеуге болатын шығар, шыны керек. Қайта-қайта позиция алмасу. Второй раунд. Тізгінді де. Балуан Шолак, давайте поддержим бойцов. Травма кезек. Алғашқы раундта сәл басымдылық Нұрсұлтан Мендебаевта болған сияқты. Бұған енді бізде төрешілер жауап береді. Екінші раунд қалай өрбейді? Бірге тамашалайық. Екеуі де бір-бірінің шама шарқын зерттеп білді. Қазір бейімделе бастау керек. Әрбір соққыны міне кәдімгідей күш салып жасайды, байқасаңыздар. Жеңіл-желпі соққы ешкім жасамайды. Жабаровтың солақай болғаны сәл кедергі Мендебаевқа. Прошел, да. Кажется, в корпус попал, да? Не в голову. Показалось, что... Жабаров бұл соққыны жек қойып қазір міне. Тейкдаунға ие. Маңайда тор жоқ. Сондықтан тұру қиын болады. Тұру қиын болады. Мендебаевқа. Жонибек белсенді болу керек. Осыншама күш салып ие болған позиция. Оңайшылықпен беруге болмайды. Теперь уже не отпустит с этой позиции Жонибек Джабаров. Будет работать максимально, контрить своего оппонента. Болмады. Но здесь Нұрсұлтан Амалын тапты. воспользовался моментом, да. Возвращается на ноги. Үшбұрышты бір өтпелі кезең, өтпелі шабуыл ретінде ғана қолданды бұл тұста. Жабаровқа сәл қауіп төндірді, міне аяққа тұра алды. Әзірше басымдылық Жонибек Жабаровтың қолында, тағы да торға тіреді. Көп күш салғысы келмейді күресте екеуі де. Сәл-сәл қиындыққа тап болса бірден жібере салады. Попытка уже тейкдауна от Нұрсұлтана есть. Жонибек останавливает. Шынымен де үш раунд бойы дәл осындай міне тағды. Соққы, тағды тейкдаун. Тайминг жақсы. Да, и причем делает тейкдаун именно в центре октагона. То есть понимает, что от сетки уже не сможет встать соперник. Қазір енді мақсат дәл осы позицияны сақтап қалу. Две минуты тем временем остается. Времени на самом деле много. Султан пытается вернуться в стойку. Амал таба алмаған екен Мендебаев қайта-қайта міне қарсыласына арқасын беріп барып қана аяққа тұруға мәжбүр. Тамаша, Жабаров тағда. Жабаровтың еншісіне. Граунд-паунд пошел здесь. Ұзаққа созылмады. Тағы тейкдаун. Мүмкіншілік бермеді ешқандай. Жонибек Жабаров екінші раунд. Тактикалық тұрғыдан өте керемет қойылады. Әрі күрес міне жақсы нәтиже берді. Бұндай күреске әлде қайда дайын болып шықты. Близок к пассивной защите. Кажется, здесь Нұрсұлтан Мендебаев. Нужно проактивнее быть. Иначе Тлек Бапанов может остановить поединок. Уже близок к тому, чтобы остановить. А минута остается тем временем. Жеңіл-желпі соққылар. Қалай дегенмен Жабаровтың орындауында. Бұл раунд сөзсіз тәжікстандық спортшының еншісінде кен. Күресте басымдылық бар және Мендебаевтың функционалдық даярлығы сыр берген сияқты. Бұл жерде тағы да жеңіл-жеңіл соққылар.
бұл жерде қауіп төндіріп жатқан жоқ, бірақ ұпайы бар, ұпайы түгендеп жатыр. Джабаров не ешкім латасалы. Бұл да берді. Последние секунды второго раунда. О, Тлек Бапанов рядом. Рефери этого поединка. Но пока что сигналов для остановки нет. Сәл бір тағы бір 4-5 соққы жетпейтін сияқты. Джабаров міне деген кезде өзі тоқтап қалады. Әбден шаршаған. Сезіліп тұр бұл жігіттің. Но Султан также активен. Все время двигается, не дает по себе бить. Секунданты, освободите клетку. Шешуші раунд. Үшінші раундта бәрі де шешіледі. Құрметті көрермен, шамамен тең келе жатыр деуге болады. Бірінші раунд түсініксіз. Бізде екінші раундта Джабаров алды деуге толықтай негіз бар. Бұны өздеріңіз де көрдіңіздер. Ал үшінші раунд қалай өрбейді? Дайырлық әлде жақсы. Әлде қайда жақсы көрінді. Мендебаевтың күресетін анық болды Джабаровтың. Бірінші болып бас салып қазір тейкдаун жасауға да жақын қалды. Да, не стал изобретать велосипед Джонибек. Отключил борьбу и это и может принести ему победу в этом поединке. Екінші раундта нәтиже берген тактиканы қазір үшінші раундта да тәп-тәуір қолданып отыр. Қолды қайта-қайта міне қарсыласының қолының астына салып, тек қана қорғанысты ойлауға мәжбүр Мендебаев. Пытается отлепиться от своего оппонента, но Султан. Но Джабаров неуступчив. Отлично. Оформляет перевод. Бұл жерде қарсыласының тегеуіне бір төтеп беретін күште қалмаған сияқты. Мендебаев шаршаған болып көрінеді қарсыласына қараған. Және дәл осы екінші раундтағы күрес көп күш алып қойған сияқты. Да, возможно. Сложно, конечно же, защищаться от проходов, от переводов. Міне, Нұрсұлтану. Бір қарсыластық көрсетуге мұрша қалмады. Продолжает избиение здесь Джонибек. Тәуекел етті. Бұл жерде ақталмады. Қарсыласының астына қалып қойды. Джабаров ұтымды позицияға ие. Шабуыл жалғастыру керек. Джабаров ұзақ жатуға болмайды. Төреш аяққа тұрғызып жіберу әбден ықтимал. Егер партерде шабуыл болмаса, әзірше Тлек Бапанов ауыз шағын ескерту беріп отыр. Джабаров тең алдымен белсенді болуға шақырды. Половина раунда остается до окончания этого поединка. Активности меньше стало, конечно, в третьем раунде, поэтому может и стоит поднять, вернуть бойцов в стойку. Дать шанс все еще Джонибеку. Возможно, в стойке что-то показать надо. Но, по всей видимости, нет. Такие продолжится поединок последние минуты в партере. Джабаров енді бұндай мүмкіншілікті жібермейді әрине. Қазір қарсыласты барынша
дәл осы позицияны ұстауға тырысады. Раундтың соңына дейін ұстап шықса, онда жеңіс қалтада деген сөз. Төлеші де қазір. Что, успели переговориться, да, здесь? Қарқын әбден төмендеп кетті бұл раундта. Бірақ бірен саран Жабаров шабуыл жасап қойды сол себепті. Стоп. Тұра тұрыңыздар, ережеге сай емес соққы салып жүрген сияқты бұл тұста. Өзара сөйлесудің қажеті жоқ дейді. Бұл жерде рефери көп сөйлесіп кеткен болу керек. Но зато Нурзулан вернулся в стойку. Иә. Шанс для Мендебаева. Нужно воспользоваться по максимуму. Осталась минута. Минута осталась. Но... Енді атылу керек, басқа мол. Да. Только лишь лаки-панч, только лишь нокаут. Тағы да күрес. Алаңның ортасынан. Тамаша, еш қиындық істейді оны. Да, перевод оформляет. Белсенді болу керек. Ну, продолжает здесь что-то говорить Джонни Бек, несмотря на предупреждение от судьи. Онда қол, аяқ шынтақ сөйлесін. Сол үшін 3 раунд 5 минуттан беріліп отыр. Сөйлесетін уақыт істер даунда. Әлеуметтік желіде болуы мүмкін жекпе-жекке дейін. До боя, скажем. Иә. Жабаров. Екінші раундта өзен ішіне жатыр. Төрешілер не дейдік? Бірнеше сәттерден соң білеміз, әзірше жаңғын аяқталған раундтың ең сәттері. Silence when I learn the voice in your ears, open your mind. Why do they talk like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they walk like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they act like gangsters? Why they don't move like gangsters? Why do they rap like gangsters? Why they don't move like gangsters? Бойцы на середину. Балуан Шулак, давайте поддержим бойцов. По итогам 3 раундов единогласным решением судей победу в данном бою одержал Джонни Бек, авиалинии Джабаров! Төрешілердің шешімі бір ауыздан, құрметті көрермен, Джонни Бек Джабаров осымен қатарынан 4-ші жеңіске қол жеткізді. Таджикистан, вы тут? Джонни, как я обещал, шоу, как я обещал. Жесткий бой кровавой авиалинии. Что скажешь своим болельщикам, которые пришли за тебя поболеть и находятся сейчас у экранов? Ассаламу алейкум, прессу всех. Казахстан! Альхамдулиллах, я выиграл. Я просил у Всевышнего, когда выходил, сказал, я все это пахал.
утром, вечером. Готовился, весогонка, снимались соперники. Я просто сказал, да, эту победу, если я заслужил. И, альхамдулилля, по воле Всевышнего, я сегодня выиграл 4 подряд победы. Это много говорит о себе. А так, что сказать, я все забыл. Если честно, я только после победы придумал то, что я буду всем помогать, спасибо сказать и так далее. Но все забыл, но чуть-чуть помню. Сейчас. Хоть сколько времени у тебя есть из-за такого выступления, давайте поддержим Джонни. Султан, буду честен. Первый же, когда проход делал, он мне ребро попал. Не этот в челюсть. Ребро попал. Вот веришь, нет, завтра сниму, могу скинуть. Оно у меня шатается сейчас. Вот у меня бывало ребро сломано, но нижнее. А вот сейчас общаюсь, дышать до конца не могу. Вот тут у меня шатается. Но, альхамдулилля, мой дух не ломай. Я выиграл и до конца подрался. А так, хочу поблагодарить, пока у меня есть возможность, всех тренеров, Триумфа, Али, всех тренеров, которые Алмате помогали. Вам огромное спасибо, приняли как своего. А так, в Москве мои тренера, залы, Эволджим, Акула. Тренеров не буду называть, потому что если забуду, обидно, чтобы не было. Всем огромное спасибо. А так, Султан, ты знаешь прекрасно, брат. Я приехал своему брату помогать, когда он должен был драться в Ташкент. У меня в планах не было драться. Было выступать тут. Думал под собой, чай-май сделаем, братские ноты, там уже договоримся. Ты предлагаешь мне за 2-3 недели, говоришь, давай в Алмате газ дашь. Я месяц назад тут выходил, помнишь? Говорю, я тут ворвусь, все сосвистывали, говорили, ты что, откуда пришел? Я тут, теперь тут моя хата, 66 килограмм. Приготовьте пояс. У меня только амбиции чемпионские. У меня не та подготовка была. Альхамдулилля, но не та подготовка. Потому что я брату помогал. Ташкент проходит, 12 дней остается, у меня весогонка. Дайте мне 2 полноценных 2 месяца подготовки. Тут будет кошмар. А так, Султан, мы с тобой братское отношение. Таджикистан. А так, Султан, огромная благодарность, в первую очередь тебе. Ты во меня верил. Калмыкча, тавду. Сделаем, иншаллах. Мы гостеприимные люди. Извиняюсь, что кто после меня я задерживаю. Просто я давно хотел, полгода не дрался. Пару слов туда-сюда, долги закрыть и так далее хотел раскачать. А так, всем огромная благодарность. И 2 забыл, которые всегда рядом. Это Фазлидин Карим Мадрахимов, который, как начал ММА, рядом взял, говорит, эй, братишка, иди сюда, говорит. Я не умел драться, он меня научил, на нем вырасту. И Акабек, который поддерживает, вот он, снимите, пожалуйста, его тоже. Он поддерживает финансово, морально. Когда бои от меня, то есть он говорит, ничего страшного, пашем, лям туда, лям сюда, и дальнейшее все будет. Последнее, я ухожу, извиняюсь. Моя матушка любимая, которая за камерой на телевизоре смотрит, перебой, когда за ней смотрит, я говорю, октагон, там почти UFC, сам понимаешь. Так что я ее очень сильно люблю. С 2 лет она меня выросла одна, сами понимаете, без отца. Так что всем баркалав, всем спасибо, рахметики, Таджикистан Бапеш, а также Алга, Джонни, авиалинии! Победу в данном бою одержал Джонни Бек, авиалинии Джон! аввали дӯстони гиромӣ, развандагои Тоҷикистон имконият доранд ки дар ин мусобиқа соҳиби камарбанд ҳам шаванд. Аллакай эълон меравад ки
Камариддин Ҳасанов комил карате дар октагон 75 ба майдон бархоҳад гашт ва ҳамчунин мо боз як размандаи хеле қобилу закӣ дорем Фазлиддин Карим Мадраимов ки ӯ барои гирифтани камарбанд ҳам қувва озмуда буд вале ин навбат боз ба мусобиқаҳо бармегардад. Дар ин ҷо ба поён мерасонем ва барномаи худро дар ҳамин силсила то 21 июн идома медиҳем.